Қарапайым Куми тек бағы бар болғаны үшін Бауджи көзіне түсіп, Бауджидің үлкен ұлына күйеуге шыққан еді. Бірақ жаңа түскен күні ол Бауджидің үлкен ұлы Радживтің шын мәнінде соқыр екенін білді. Ал Радживтің өзі де білмеген, әкесі оның соқыр болғанын жасырған. Раджив алдаумен неке құрғанды қаламады. Сондықтан анасына егер қаласа бұл некені бұзуға қарсы еместігін айтты. Бірақ Куми өзі ешқандай алдау болмағанын, ол Радживтің соқыр екенін әлдеқашан білетінін айтты. Анасының ауруын емдету үшін ол бұл некені жалғастыруға мәжбүр еді. Ол анасына жалынышты көздерімен қарап, анасы да амалсыз басын изеді. Куми Радживтің қолынан ұстап, рәсімді жалғастырды. Бауджи ішінен сол қарғыс жайлы ойлап, тағы қандай да бір апат бола ма деп қорқып отырды. Рәсім аяқталысымен ол тезірек үлкен үйге қайтуды бұйырды. Ал Хансини бұл жағдайға риза болып, енді Радживке қарамай қалды. Сандживтің келбеті Радживтен сәл осалдау болғанымен дені сау. Болашақта бүкіл мүлікте Сандживке қалады деп ойлады. Қалаға қайтып келе жатқан жолда ауа райы күрт өзгерді. Олардың көлігі бір арбамен соғылып қала жаздады. Куми арбада қатты қиналып айқайлап жатқан әйелді көрді. Жақсылыққа жақын жүретін Куми көліктен түсіп жағдайын тексергісі келді. Раджив оған есікті ашып берді. Куми арбадағы әйелдің жағдайының ауыр екенін көрді. Ол әйелді ауруханаға жеткізуді ұсынды. Раджив келісті. Ауруханаға жеткізгеннен кейін дәрігер күйеуіне төлем жасау керектігін айтты. Күйеуі ақшасы жеткіліксіз екенін айтып абдырап қалды. Куми жолға шыққанда анасы оған бірнеше мың ақша салып берген еді. Соны жігітке берді, бірақ дәрігер әлі де жеткіліксіз деді. Осы кезде Раджив өзінің кім екенін айтып, әйелдің емін өз мойнына алатынын, дәрігердің алдымен әйелді құтқаруын сұрады. Куми Радживге рахметін айтты. Оны қолдап жүруге тырысқанда, Раджив оның қолын серпіп жіберді. Оның намысы өзіне жанашырлық жасалуын көтермейтін. Ал Санджив мен Хансини алдын ала үлкен үйге қайтып кеткен еді. Олар Радживтермен бірге рәсімді бастаймыз деп ойлаған. Бірақ аспанның түнеруіне алаңдаған Бауджи рәсімді күтуге болмайтынын айтып бастата салды. Дәл Хансини табалдырықтан атамақ болғанда, кенеттен найзағаймен түскендей есінен танып құлады. Бәрі абдырап қалды. Ал Куми болса, ауруханада әйелдің аман-есен босанғанын естігенше күтіп отырды. Әйелдің анасы келгенде, ол Кумиге алғыс айтты. Сөйлесе келе әйелдің анасы Куми Радживге тұрмысқа шығатынын білді. Дәл осы әйел Бауджи отбасына қарғыс салған адам еді. Бірнеше жыл бұрын оның қызына әділетсіздік жасалған. Ал Бауджи сот бола тұра олар үшін әділдік орнатпаған. Сол үшін ол кек сақтап қарғыс салған. Бірақ Кумидің жүрегі таза екенін көріп, ол Кумиге қиянат тимесін деп қарғысты алып тастады. Куми үлкен үйге оралғанда, Хансини есін жиды. Үйдегілер Хансинидің сұлулығын көріп, Кумидің қарапайым келбетімен салыстырғанда Раджив үшін әділетсіз екен деп ойлады. Дегенмен Куми сыпайы, тәрбиелі, мін табу мүмкін болмай тұрды. Бауджидің апайы рәсімнің жалғасатынын айтты. Екі әпкелі сіңлі бірге табалдырықтан аттамақ болғанда апайы Кумидің бірінші кіруі керегін айтты. Себебі ол үлкен келін, ал тәртіп бәрінен биік. Куми Хансинидің көңілсіз екенін көріп, екеуі бірге аттайық деп жағдайды жұмсапты. Ол Радживтің қолынан ұстағанда Раджив қолын тағы тартып алды. Куми ыңғайсыз жымиды. Екеуі құмыраны теуіп, үйлеріне ресми кірді. Бауджи мен отбасы тыныс алып, қарғыс шын мәнінде өшкеніне сенді. Үйге кіргеннен кейін апайы Санджив мен Хансинидің Раджив мен Куми алдында тізе бүгіп, батасын алу керектігін айтты. Бұл олардың әулет дәстүрі болатын. Хансини бұған қатты ашуланды. Өйткені үйде бұрын Куми оған қызметші сияқты қарап келген. Енді оның алдына тізе бүгу керек болды. Ол бас тартты. Куми бұл рәсімді алып тастайық деді. Бірақ апайы отбасына кірген соң ескі мәртебелерді ұмытып, жаңа тәртіпке бағыну керектігін айтты. Хансини амалсыз тізе бүгіп, Куми батасын берді. Хансини іштей ант етті. Болашақта Кумиді таптаймын деді. Келесі рәсімдер басталды. Раджив шаршап, бөлмеге кеткісі келді. Ол байқамай Куми ұстап тұрған табақты құлатып жіберді. Кумидің іші күйді. Бірақ рәсімді өзі жалғастырды. Раджив кетіп бара жатқанда су ыдысын теуіп жіберді. Жердегі тасқа сүріне жаздағанда Куми оның аяғын ұстап тоқтатты. Бірақ Раджив қайта оған ашуланды. Оған ешкімнің көмегі керек емес екенін айтты. Куми де оның әйелі емес. Бұл неке жай ғана келсін деді. Бәрі Радживтің соқыр болғаннан кейін ашулы екенін білетін. Ешкім араласпады. Куми көз жасын ішіне жұтып үндемеді. Раджив бөлмесіне кіргенде жердегі әшекейлерге тағы сүріне жаздады. Төсекте де бейтаныс әшекейлер тұр еді. Раджив бұрын үй ішінде жүрісті қадам санап сезіп жүретін. Ол ашуланып, әшекейлерді жұлып, бұл бөлмені кім өзгертті деп айқайлады. Куми оған зиян келіп қала ма деп тез жинауға кірісті. Бірақ Раджив әлі ашулы еді. Басқа бөлмеде Санджив тәтті сөздер айтып, Хансиниге уәде жасап отырды. Көңілі қатты күйзеліске түскен Куми мен аспанға көтеріліп шаттанған Хансини арасындағы айырмашылық айқын болды. Ал Бауджи Кумиді ресми үлкен келін ретінде қабылдауды мүлде ойламаған. Тек Санджив ағасы қалыңдық таппаса той болмайды деді. Бір сәтте лайықты қыз таба алмай, амалсыз Кумиді таңдаған. Кейін ол жолын тауып Кумиді кетіретінін айтты. Апайы бұлай дұрыс емес деп санады. Ол Кумидің мейірімді жақсы қыз екенін білетін. Бауджи болса шешімін бекіткенін айтып, апайының араласпауын бұйырды. Апайы бөлмеден шығып келе жатып, еденде жатқан Кумиді көрді. Ол Кумиді оятты. Жаңа түскен түнде қалай осылай ұйықтағанын сұрады. Куми Радживтің өз бөлмесінде болуын қаламағанын айта алмады. Тек өз әдетімен сыртта жұлдыздарды көріп ұйықтағанын айтты. Бөлме тым қараңғы болғандықтан қорықтым деді. Апайы ішінен шамамен бәрін түсінді. Ол Кумиге Раджив пен анасы бір күні апатқа ұшырағанын, анасы өмірден өткенін, ал Раджив соқыр болып қалғанын айтты. Содан бері оның мінезі өзгерген. Куми қазір Радживтің жұбайы, оған Радживпен дұрыс қарым-қатынас жасау үшін шыдамдылық қажет. Осылайша Радживтің жүрегін ашуға болады, деді. Куми естіген соң бөлмесіне қайтып төсеніш үстінде ұйықтады. Кенеттен бір көрпе оның үстіне жабылды. Басын көтергенде
Раджив жатқанын көрді. Ол Радживтің шын мәнінде мейірімді екенін білді, ішінен қатты ант етті. Қандай қиындыққа тап болса да Радживтің жүрегіндегі ашуды жоюға бел байлады. Келесі күні Бауджи дастархан ұйымдастырып, отбасыларының келінін жариялауды шешті. Куми де жақсылап безендірілді. Үлкен келін мәртебесін білдіретін алтын әшекейлер тақты. Хан Сини өз мойнындағы алқаға қарап, Кумидің алқасының жартысы да жоқ екенін көріп, көңілі көнбей қалды. Апайы бұл олардың дәстүрі екенін, бұл алқа тек үлкен келінге берілетінін айтты. Бауджидің даусы шықты. Кешкі дастарханға Куми қатыспайды. Тек Хан Сини сахнада болады. Ол Кумиден алқаны алып, Хан Синиге беруді бұйырды. Куми үйде осындай әділетсіздікке үйреніп қалған. Ол күліп, Бауджидің шешімі дұрыс. Өзіне бұл бейне шынымен де жараспайды деді. Бауджи алқаны қарсылықпен алып, Хан Синиге берді. Сосын қарғыс туралы екі адамға айтты. Осы 3 жыл ішінде сырттағы адамдар олардың отбасын сынаған. Ол дастарханға көптеген атақты адамдар мен журналистер шақырылған. Мақсаты беделін қалпына келтіру. Ешкімге қалыңдықты ақшаға алғанын білдірмеуді тапсырды. Хан Сини сұлулықтан бөлек адамдарды баурауда да шебер. Ол Бауджидің алдына барып, егер Бауджи оны ақшаға алғанын ұят санаса, ол орамал тағып шығайын деді. Бауджи тек сырттағылар ауыл дәстүрін түсінбесін деп қорқатынын айтты. Хан Сини екі ұлы сияқты маңызды, отбасының мақтанышы, әрі қарай ұстаз шақырып, Хан Синиге білім беретінін айтты. Хан Сини бұл сөзді естігенде қуанып, дереу Бауджиді әке деп атады. Әрі сыртта жақсы өнер көрсетуге уәде берді. Бауджидің абыройын түсірмейін деп айтты. Куми айнаға қарап, өз келбетімен Бауджидің отбасының назарын аударуға болмайтынын білді. Дәл сол сәтте дастарханға қатыса алмайтынын түсініп, бұрынғыдай үй жұмыстарына кірісті. Әдеттегідей үйді тазалауға кірісті. Кешке қонақтар біртіндеп келді. Хан Сини бұрын көрмеген керемет сахнаны көріп, өзі назарда екенін ойлап, көңілі шат болды. Бірақ таныс бір көріністі көріп, шокқа түсті. Бауджи ешқашан өзінің жеке басын ашқан емес. Тұрмысқа шыққаннан кейін екі келін енді төркіндермен ешқандай байланысы болмайтынын ескерткен. Бірақ Хан Сини әлеуметтік желіге билеп жүрген видеосын жүктеп қояды. Оны бауыры көріп қалып, ол сарайдың бірнеше 100 миллиард тұратын көне әулетті хан сарай екенін таниды. Бауджи осынша бай екенін көрген әкесі өздерінің алған 2 миллионды қалың малы аз болды деп ойлайды. Содан Бауджиге келіп тағы ақша сұрауға тырысады. Бауджи адамдарына оны қуып шығаруды бұйырады. Хан Сини бұл көріністі көргенде тез есікті жауып алады. Раджив те қонақасыға қатыспады. Ол көзінен айырылғаннан кейін сырт адамдардың алдына шыққысы келмеді. Бұрын жігерлі қайратты болған ол қазір бір мүлдем әрекетсіз адамға ұқсап қалған. Куми оны киімін ауыстырып үлкен залға бірге баруға көндірмек болғанымен, Раджив тіпті қабылдағысы келмейді. Үлкен залда бәрі дайындалып қойған. Бауджи келіндерінің сахнаға шығуын жариялайды. Хан Сининің сұлулығы тағы да жұртты таң қалдырады. Журналистердің камералары тоқтамай жарық-жұрық етеді. Одан кейін Бауджи Хан Синиді белгілі бір әулеттің қызы екенін, шетелде жоғары білім алғанын айтады. Бірақ бұл сөз аузынан жаңа шыққанда әкесінің күлкісі шығып кетеді. Ол Бауджидің адамдары оны бірнеше километр жерге лақтырып жіберген болатын. Бірақ ол қайта сарайға оралады. Ол тіпті өзі күліп өлетіндей жағдайда бір әріпті де жаза алмайтын Хан Сини шетелде оқыған екен дейді. Ол Бауджидің өтірігін әшкерелейді. Хан Сини өздерінің ақшасына сатып алған қыз екенін айтады. Бауджимен бұрын араз болған журналист дереу алға шығып, одан тағы да сұмдық мәлімет алмақ болады. Басқа қонақтар да гуілдеп әңгіме айта бастайды. Сол сәтте Хан Сини әкесіне қарап, сен кімсің деп сұрайды. Мен сені бүгін алғаш көріп тұрмын. Сені мүлде танымаймын дейді. Түріңе қарашы. Қалайша сен мен сияқты қыз туа аласың? Бұндай адам ақша үшін не істемейді? Тез полиция шақырып оны алып кетсін дейді. Әкесі аузы ашылып қатты таң қалады. Күнде ханшайымдай күтім жасап отырған қызы осылай істейді деп тіпті ойламаған еді. Содан әкесін екі жігіт сүйреп әкетеді. Ол құтқарыңдар деп айқайлады. Куми әкесінің дауысын таныды. Кедергіге қарамай залға жетті. Бауджидің адамдарынан әкесінен босатып алды. Сосын әкесін отырғызып, жарақат алған ба деп тексерді. Әкесі бұрынғы жасаған әрекеттерін ойлады. Жүрегі өкінумен толды. Ол бәріне бұл оның екінші қызы, әрі Бауджидің келіні екенін айтты. Бұл хабар жергілікті жерде дүрбелең туғызды. Бұл Радживтің әйелі екен деп таңғалып жатты. Бауджи мүлде үмітсіздікке түсті. Енді өзінің абыройы мүлде жоқ болды. Куми адамдардың талқылауын тоқтату үшін тез сахнаға көтеріліп, микрофонды алды. Мендей қыз қалай бұл отбасының келіні бола алады деп айтты. Журналист сұрады. Онда әкең өтірік айтты ма? Куми жоқ деді. Оның үлкен әпкесі шынымен де қалыңдық ақша төлеп алған келіні деді. Бірақ өзін үй қызметшісі ретінде көрсетті. Әкесі қатты өкінді. Өз ашкөздігі екі қыздың үйленуіне зиян тигізгенін түсінді. Ол шын жүректен Бауджидан кешірім сұрады. Қонақтар Бауджи олардың алдында өтірік айтты деп ойлап, бәрі кетуге дайындалды. Куми не істерін білмеді. Сондықтан микрофонды алып, ән айтуды бастады. Осылайша ыңғайсыз жағдайды жеңілдетті. Қонақас аяқталған соң Бауджи Кумиді қатты сөкті. Барлығы Кумидің қалыңдық ақшасын айтқан үшін абыройын төкті деді. Өзі бұрын бұл мәселені құпия ұстау керектігін айтқан. Кім әкесіне үйдің мекен-жайын бергенін сұрады. Хан Сини әкесінің номерін тек Куми екеуміз ғана білеміз деп айтты. Куми әкесінің сөзін тыңдап, бірақ ол әкесі Хан Сининің видеосын көріп келгенін білсе де айтпады. Хан Синиді қорғау үшін өз әкесіне телефон шалғанын мойындады. Қайтадан Бауджи тарапынан сөгіс естілді. Апайы Кумиді қорғағысы келді. Бауджи тіпті ашуланып, адам шақырып Кумиді қуып шығуды бұйырды. Адамдары Кумиді зорлап есіктен шығарды. Хан Сини қатты қуанды. Енді үйде тек өзі ғана қалыңдық. Куми есікте сүйреп әкетіліп, бір қолымен лақтырылды. Раджив пайда болып, Кумиді ұстап алды. Раджив Кумидің білегін ұстап, Бауджиның алдына келді. Куми ешқайда бармайтынын айтты. Бауджи бұл оның үйі, ережелер өз шешімі деп айтты. Куми кетсе, ол да кету керек. Раджив айтты, сенің ережелерің негізсіз. Бұл мәселе Кумидің кінәсі емес. Бұл сен және Чандан жасаған. Бауджи қатты ашуланды. Сен менімен қарсыласуға қалай батылың барады деді. Бірнеше күн бұрын мен саған қызды таптым. Сен келісім бермедің.
көрмедің, енді бұл пайдасыз қыздың жағындасың ба? Раджив айтты. Кумиді кінәламас бұрын бұл жағдайдың себебін айт. Егер сен сотта әділетсіз әрекет жасамаған болсаң, әйел сол қарғыс салмас па еді, анасы сол апаттан қайтпас па еді, мен де қараңғыда қалмас па еді. Бауджи сөз таппай қалды. Раджив Кумиді қолынан ұстап, тікелей бөлмеге кетті. Бөлмеге келген соң Куми Радживке рахмет айтты. Раджив маған рахмет айтпа деді. Мен мұны жұбайым болғаның үшін жасаған жоқпын. Тек әділетсіз айыптауға ұшырағаның үшін көмектестім. Бұл біздің қарым-қатынасымызды өзгертпейді. Бұл тек келісім бойынша үйлену. Куми өте ренжіді. Мұндай некені қалай басқаруды түсінбей қалды. Раджив қатты ашуланды. Кумиді ұстап сұрады. Сенде сөздік жоқ па? Келісім дегенді түсінбейсің бе? Екі адамның алқасы бір-біріне байланып қалды. Раджив оны ажыратпақ болып, қолы Кумидің бетіне тиіп қалды. Ол бұл екі адамды тағдыры байланысқанын білдіреді деді. Раджив естіген соң алқаны ажыратып, енді байланыс жоқ деп ойлады. Куми жердегі алқаны алып, жөндеп Радживге қайтаратынын айтты. Бірақ Раджив бүлінген затты тастайтынын айтты. Ол Кумидің үнемі сөйлеуін тым шулы деп санады. Куми аузын жабуға мәжбүр болды. Журналистер телевизордан дастархандағы оқиғаны хабарлады. Бауджи телевизорды сындырды. Барлық кінәні Кумиге артты. Өгей енесі де Кумиді ұнатпады. Егер Куми көпшіліктің алдында өзін қызметші деп айтса, онда оны қызметші ретінде жұмыс атқарсын деді. Ол Бауджи отбасына қызмет көрсетуге әр адамға бір қоңырау берді. Куми шақыртуға кез келген уақытта бара алады деді. Апайы мен Санчив бұған қарсы болды. Бауджи бұл шешімді дұрыс деп санады. Куми күліп, ешқандай қиындық жоқ деді. Отбасына қызмет ету оның құрметі. Бұл мүмкіндікті бергендері үшін ризашылығын білдірді. Хансини қуанып, тез қасындағы қоңырауды басып, Кумиді шақыртып қызмет етуге кірісті. Санчив қайтадан қарсы шықты. Бауджи оған өзінің мәртебесін ескеруін айтты. Енді ол да үйленген, әйелімен келісімді болу керек. Санчив тағы ештеңе айта алмады. Хансини дереу әрекет жасап, табақты жерге құлатты. Қоңырауды басып, Кумиді тазалауға мәжбүр етті. Куми сыпырғыш алуға барғысы келді. Бірақ Хансини қолмен тазалауын бұйырды. Қолы оның аяқтарына тиіп кетті. Хансини Кумиге оның қолы қадірлі аяғына тигенін айтып айтады. Кумиді ұнатпайтын немере қарындасы да қоңырау басып, Кумиді қызметке шақырды. Бауджи де қоңырау басып, Кумиді таңғы ас әкелуге мәжбүр етті. Куми өте қарбаласта болды. Санчив Хансиниге ренжіді. Одан сұрады. Неге әкеңді мойындамайсың? Неге сіңіріңді қорлайсың деді. Хансини бұл сөзге қызықпайды. Өз сұлулығымен Санчивті бағындыру оңай деп санады. Кейінгі күнде үйдегі қоңырау үзіліссіз болды. Куми үздіксіз шақырылып жұмыс жасады. Санчив шыдай алмай Радживтің Кумиге көмектесуін айтты. Бірақ Раджив ештеңе демеді. Куми түн ортасына дейін жұмыс істеп, бөлмесіне қайтты. Раджив тыныш ұйықтай алмады. Куми тамшы дыбысын естіді. Дәретханаға барып көрді. Краннан су ағып тұрды. Ол ораушымен қаптап тамшы тоқтады. Раджив тыныштық қалағанын көрді. Енді тыныштық болды деп тұрғанда су матадан өтіп, тамшы қайта шықты. Куми тамшы астына басын төсеп отырды. Раджив сонда ғана терең ұйықтады. Куми де ұйықтады. Таңғы аста қоңырау тағы басталды. Куми белін байлап жұмысқа кірісті. Олар осы қорлау әдісімен Кумиге сабақ беруді ойлады. Бірақ Куми әлі де өте оптимист болды. Денесіне түрлі тазалау құралдарын қондырды. Қоңырауды басқан өгей енесін таң қалдырды. Куми жаңа идея деп айтты. Енді кешегі сияқты шатаспаймыз деді. Түсірілген қоңырауды көтеріп, бәріне таңғы ас әкелді. Хансини тағы да айла жасап, шырын төкті. Куми 2 секундта барып, сыпырғышпен тазалап тастады. Апайы Кумиге таң қалды. Өгей енесі берілмей, тағы бір жоспар жасап, Кумиге қауіпті жұмыс тапсырды. Апайы бұл өте қауіпті деп санады. Басқа қызметшілерге беру керек деп айтты. Бірақ Бауджи Куми қызметші екенін айтты. Бұны ешқашан ұмытпа деді. Куми қатты қорқып, бұл жұмыста атқара алатынын айтты. Басын орап, дірілдеп, сатыға шықты. Жәндік жойғыш сұйықтық себерде. Аралар шабуыл жасады. Куми қорқып айқайлады. Раджив жаттығып жүргенде бұл шу естіп, не болып жатқанын түсінбей, дауысты іздеп келіп, сатыдан құлап бара жатқан Кумиді дәл ұстап алды.